Бүгін біз мамамызды жұмыста көруге келдік. Ол кітапханашы. Күн сайын адамдарға кітап арқылы жаңа әлемнің есігін ашады. Біз оған мақтанамыз. Ол тек кітаптармен емес, адамдардың жүрегімен жұмыс істейді. Әр келген жанға жылы сөзін, ақылын аямайды. Біз оны ерекше құрметтейміз. Сұрақ қалай дейміз? Қандай кітап оқиды? Жалпы кітапханашы оқырмандармен тығыз байланысты. Кітапхана ол киелі орда. Ол жерге келген оқырмандардың сұранысына сай оқулық тауып беру, кітап тауып беру, болмаған жағдайда сол оқулыққа пара-пар келетін кітапты ұсына білу деп ойлаймын. Оқырмандармен белгілі бір тақырыптарды талдау, насихаттау, жаңа кітаптарды ұсыну деп білемін. Менің ойымша әрине жақсы көреді, себебі студент кезінде осы мамандықты таңдап, соны 91 жылы өзінің туған ауылында еңбек жолын осы кітапханашы мамандығымен бастаған. Жақсы көрмесе мен осы уақытқа дейін жұмыс істейді деп ойламаймын. Анамыз үйде кішкентай кезімізде бізге көбіне қазақ ертегілерінен оқытатын, және дауыстап оқытатын кітапты. Әсері бар. Мектеп кезінен бастап кітапқа қызығушылық содан туындады. Қазіргі таңда да кітап оқимыз. Анам кітаптарды реттейді, оқырмандарға жаңа кітаптар береді. Сондай-ақ оқу апталықтары мен түрлі іс-шаралар өткізеді. Рахмет. Сау болыңыздар. Менің әжем кітапханада жұмыс істейді. Ол кітаптарды жақсы көреді. Ал адамдарды өзі жақсы көреді. Әжемнің еңбегі, мейірімнің нұры.